Ауылдық тышқан мен қалалық тышқан ертегі. Достар, арнаға тіркеліп, келесі қызықты ертегілерді жіберіп алмаңыздар. Ертеде бір қала тышқаны өмір сүріпті. Күндері қызыққа толы болыпты. Қаланың өмірі бітпейтін қарбалас тіршілігінен әбден мезі болған ол бірде саяхатқа шығуды жөн көріпті. Қалалық тышқан биік таулардан асып, алыс жолдармен жүріп отырып ауылға жетеді. Ол жерден өзі секілді тышқанға жолығып, екеуі тез тіл табысып кетеді. Ауылдық тышқан меймандостық танытып, оған көгерай шалғынды, жеміс-жидегі мол бақшаны аралатады. Сөйтіп, ауыл тіршілігінен бұрын-соңды хабар болмаған қалалық тышқанның қуанышында шек жоқ еді. Кеш бата екеуі ауылдық тышқанның ініне оралады. Қалалық тышқан әсем табиғатқа тамсанып жүріп, қатты шаршаған еді. Қарны да қатты ашқан болатын. Қайтсем досымды риза етемін деп уайымдаған ауылдық тышқан барын қонағының аузына тосады. Қалада дәмді ірімшік пен шұжық жеп үйренген қонаққа ауыл тамағы ұнай қоймайды. Бірақ жаңа досының қонақжайлығы, кеңпейілдігіне риза болып, оны қалаға қонаққа шақырады. Ауылдық тышқан қалалық тышқанды үлкен сый-сияпатпен шығарып салады. Қалалық тышқан аман-есен өз үйіне жетеді. Енді ауылдық тышқан жаңа танысының үйіне баруға жинала бастайды. Көп ұзамай ауылдық тышқан жолға шығады. Біраз жол жүріп досының үйіне келеді. Қалалық тышқан оны құшақ жая қарсы алып қуанады. Ауылдық тышқан қойма толған шұжық, ірімшік, май, ұн, бал, тосап секілді тағамдарды көргенде есеңгіреп, тілі байланып қалғандай болады. Ол өмірінде мұндай көлгөсір байлықты көрмеген еді. Сен өмірдегі ең бақытты, ең бақуатты тышқан екенсің, дейді ауылдық тышқан тамсанып. Мұның бәрін ішіп жеу үшін жинадың ба? Әрине, дейді қалалық тышқан досының мақтауына көңілі көтеріліп, жаны жадырай түседі. Жолдан шаршап келдің, қарның ашқан болар, дейді қалалық тышқан әдеппен. Сен менің қонағымсың, сондықтан ұялмай қалағаныңды алып жей бер. Екі тышқан әңгімелесе отырып, біраз тамақты ойсыратып тастайды. Ауылдық тышқан осыншама дәмді тамаққа күпті болып қалмау үшін әрқайсысынан бір шұқып, аз-аздан жеп отырды. Оның үстіне өмірі түсінде көрмеген тамақтардың бәрінен ауыз тигісі келді. Әр тамақты жеген сайын не деген бақыттысың деп қошеметтеп отыруды да ұмытпады. Ауылдық тышқанға қала тіршілігі қатты ұнады. Олардың көңілдері жайлана, қала мен ауыл туралы әңгіме қозғады. Кенет тықырлап келе жатқан аяқ дыбысы естілгендей болды. Қажайық, деді қала тышқаны қонағына. Қос тышқан демдерін ішіне алып, бір бұрышта біраз уақыт тығылып отырды. Аяқ дыбысы басылған соң, бастарын сыртқа шығарып тыңдады. Енді шыға берсек те болады, қауіп сейілді, деп сыбырлады қалалық тышқан сергіне. Осы кезде есік сықырлап ашылып, бір елес кіріп келе жатқандай болды. Ал шындығында тышқандардың елес деп ойлағаны қоймаға тамақ іздеп кірген дәу мысық болатын. Ол бір-біріне жабысып тұрған қос тышқанды байқамай қалды. Мысықты көрген тышқандардың зәрелері зәр түбіне кетіп, жүгіріп барып жасырына қойды. Қатты соғып кеткен жүректерінің дүрсі сыртқа естіліп тұрғандай болды. Қорыққандарынан жүрегіміз бір сәтке болса да тоқтап қалса екен деп тіледі. Мысық бір бұрышта тұрған кесе толы сүтті іше бастады. Мысықтың тықыры басылған соң қалалық тышқан: Мысық кетіп қалған сияқты, мен барып байқап келейін, деп тығылып отырған жерінен аяғының ұшымен басып сыртқа шықты. Сүт ішіп жатқан мысықты көрген тышқан ініне қарай тұра қашты. Мысық та оны байқап қалып қуа жөнелді. Абырой болғанда тышқан ініне жүгіріп үлгерді.
сүтке тойған мысық тышқан аулауды келесі күнге қалдырғандай маң-маң басып есіктен шығып кетті. Қауіп қатерден құтылғанын сезген ауылдық тышқан уақытты жоғалтпай жолға жиналуды жөн көрді. Асты үстіне түсіп бәйек болған досының қолын тез-тез қысып, «Қонақжайлығыңа рахмет, үлкен рахмет. Бірақ менің қайтқаным жөн болар. Дәмді тағамдар көл-көсір болғанымен, өмірді қауіп-қатерге тігіп, қорқынышпен өмір сүргім келмейді. Қара су ішіп, қатқаннан жесем де, жаныма жайлы, ауылдағы өмірім мың есе артық екен» дейді. Сонымен досымен қоштасып, ауылына қайтып кетеді. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, бірге көріңіздер. Арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.